Қытайдан 60 килограмм зат келді. Осындай үлкен коробка. Мен кәдімгі ортамнан жоғары болып тұр. Қазір ашатын боламыз. Распаковка жасаймын. Толық видеоны ютубқа саламын. 75 теңгеге аяқ киім алдым деп басталатын сторис екен бұл. Кәне көрейік. Мен 75 теңгеге аяқ киім алдым. Бүгін тағы да әртүрлі затқа распаковка болмақ. Мұны қараңыздар, главный 60 килограмм зат, бірақ әртүрлі зат. Міне коробкалардағы заттар. Өте кішкентайы бар, үлкені бар коробкалардың өзі. Бірден осы жерден заттарды ашып жатырмын. Мына коробканы ашып қойдым. Ішінде Crybaby бар екен. Қызының туған күніне заказ берген. Crybaby. Вау! Мына қараңыздар, вау! Ажар, подарок саған. Кел, міне. Вау, Ажар, подарок саған. Вау, Ажар, күшті ма саған? Вау, шашы қандай әдемі. Міне Ажардың Crybaby-і. Соскасы бар екен, бутылкасы бар екен. Еще музыка шығарады екен. Жылап жатыр. Ажар, ңа дейді тұрған. Келесі осындай ободоктар. Бұл зат сүндетке отырғызғанда керек. Осындай ішкейін. Мынау менің 1688 сайтынан дисконттан алған заттарым. Кейде сондай бір дисконттар болады. Аз қалған кезде өте арзан бағаға сатады. Алардың көбісін өте тиімді бағаға алдым. Бағаларын жазып кетуге тырысамын. Өзімнің балаларыма бір жағынан тоже сатуға да. Тұрды. Алақай, Ажартайым, кәне ай. Вау! Ей, көрсет кел. Қара. Ажар, ай.
Әбілқайыр көмектесейін жылап жатыр ғой. Тағы да бір заказ берген заттарымыз осындай кухняға арналған, мысалға анау терка, етті ұратын, анандай не жасайды ғой. Мынау кухонный қайшы. И мынау андай ыдыс жуғаннан кейін жайып қоюға арналған ыдыстарды. Мындай темір